Осылай пышный чебуректердің құпиясын білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Дәмді чебурекіміздің ең алдымен тестісін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 75 мл кипяток су қажет. Оның үстіне тұз саламыз, 1 шай қасық, 20 мл сұйық май, оның үстіне 350 грамм ұнымызды салып, жақсылап илеп, тесті жасаймыз. Міне осындай бізде қамыр иленді. Енді бұны целлофанға салып, 20-40 минуттай қойып қоямыз. Асығыс болсаңыздар 20 минуттан кейін жасай өтсеңіздер де болады. Осы аралықта біз енді начинкасын дайындайтын боламыз. Міне біз осындай фарштың үстіне қазір кішкентайлап туралған, жіңішкелеп туралған пиязымызды салатын боламыз. Ұсақтап туралған пияздарымызды фаршымыздың үстіне салып, тұз борщымызды салып, жақсылап араластырамыз. Начинкамызды дайындап қойдық. Енді міне қамырымызды теңдей бөліктерге бөлеміз де қазір чебуректі жасаймыз. Майды алдын ала қыздырып қойдым. Кішкентай қылып істейсіздер ме, әлде үлкен чебуректі жасайсыздар ма? Ол өз еріктеріңізде. Мен үлкендеу қылып жасайын деп жатырмын. Міне осындай жұп-жұқа етіп жайып аласыздар. Оның үстіне дайын начинкамызды саламыз. Начинканы да жұп-жұқа етіп салған дұрыс. Мен фаршты алдын ала қуырып алған жоқпын. Міне осылай шикілі жасап жатырмын. Немесе міне осылай самса жасаған кезде көреміз. Сол сияқты міне осылай өріп жасасаңыздар да болады. Мына жерінен кішкентай тесік қалдырған болатынмын. Содан осындай трубочканы салып, кез келген трубочка, соқтың трубочкалары olsun. Міне осылай саласыздар да. Осылай үрлеп аламыз. Тесігін жауып тастаймыз. Бекітіп қалған жағын осылай өреміз де қызып тұрған отқа салып пісіріп аламыз. Қызып тұрған майымызға салып пісіріп аламыз. Майымыз қатты қызып тұрған кезде осылай ожауменен үстіне майды қайттырсаңыздар, осылай қызарып үсті піседі. Өте әдемі, пышный болып піседі. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, екі жағы да пісіп жатыр, асты да пісіп жатыр, үстінде пісіріп тұрмыз. Ішіндегі ауасы мүлдем шыққан жоқ. Чебуректеріміз дайын болды. Менде 8 штук шықты. Міне осындай үлкен, ішінде міне ауасымен пышный болып шықты. Енді қазір дәмін бірге көретін боламыз. Дәмі деген күшті, жіп-жіңішке болып, жұп-жұқа болып. Бір жесең тоқтай алмайсың. Прям күшті жасап көріңіздер.